Қаям жеп жүрсің, аяғын сындырам деп айтты, жағын айырам деп айтты. Айырам. Иншаллах айырам. Тағы да айтам. Ишақсыңдар, чортсыңдар, мақлұқсыңдар әгін. Мен сені сындырам мақлұқ. Талғат Рысқұлбековты мен танимын, құрметтеймін. Оның позициясын құрметтеймін. Тәуелсіздік күнінде титтей болсын бір зиян тигізетіндей сөз айтылып, басталып келетін болатын болса, аяқтарын сындырамыз. Аяқтарын кекілдерін қайырып, жақтарын айыруға дейін барамыз. Құрметті Айгүл Құспан ханым, сіз жай қатардағы адамдардың бірі емессіз. Сіз заң шығарушы, біздің еліміздің тағдырын шешетін ең жоғары органда. Осы қауіпсіздік қорғаныс халықаралық комитеттің төрайымысыз. Сіз мына Талғат Рысқұлбектің не айтып жүргенін естіп біліп отырған жайыңыз бар. Егер сіз оның барлық позициясымен құптап бірге болатын болсаңыз, сіз халық қалаулысы болуға қақыңыз жоқ. Біз халық болып, сізден мандатыңызды өткізіп беруді талап етеміз. Құрметті ағайын, Талғат Рысқұлбектің әлеуметтік желіде тарап жүрген өз аузынан айтқан сөздерін тағы да бір рет тыңдап, санадан өткізіп көріңіздерші. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев елді қырама, жояма, атама, асама, ол өз жауап береді. Мен басында айттым ғой, патша жолынан таспа тілсе де оған бағын деген. Қарсы келу бүлікшілердің, олардың жазасы өлім, по-любому. Кім қарсы шықса патшаға, ол патша мен болам ба, Назарбаев болам ба, сен боласың ба, халқың қарсы шықса, сен оларға ату, сен праваң. Хаджаж деген болған ілгерде сахабалардың соңында өмір сүріп халиф болған Хаджаж. Сол Хаджаж сахабалардың талайын өлтірген, субханаллах. Сен қарсы келген о нелерді айтып отырсың. Жаңа өзендегі Козлов пен Әбіләсовтың айтақтағанын мен шыққандарды айтып отырсың. Ана бір депутат деген аузына келген доқтырып отыр ғой, депутат бап емес сол. Мен өзім шок болдым депутат болғанда деп өткенде бір интервью жібереді ғой. Өзі действительно өзі шок болатындай ғой, не уверен ғой өз-өзіне, сондықтан ғой ол білуші бір алақ бір шайтанмен бітімгерлік жасап сөйтіп барып депутат болған шығар. 1 сентябрьден қызымды орамалмен мектепке апарамын, кіргізбесе видеоға түсіремін, сөйтем да иншаллах, енді біреулер Түркияға, біреулер Қырғызстанға, Өзбекстанға көшіп жатыр ғой. Өйткені ол өзіміздің ұрпағымыздың ақыреті көшіп жатырмын, жетіскеннен қойсын ба. Мен иншаллах Шешенстанға көшемін, Рамзан Қадыровты белгілеймін. Кемақыл, соғызы биллах, шайтан, сен хабарлас маған, саған көрсетейін. Немене деп аузыңа келген оттап отырсың? Қарындас дегенге біле, сен Бекболатын шатастырып отырсың ба менің ақ? Мен дін намаз оқысам мен өзім үшінмін. Сендер үшін оқымаймын. Болмаса жаңа басқа да атағым, абыройым үшін оқымаймын. Аллах тағала әйтеуір кешіре көрсін деп сен сияқты біле елдің орамалына жармасып, қыздардың көтін ашқанға мәз болып жүріп біле саныңды ашып жүрген сен сияқты Ağzı billah şeytan мен хабарлас 8778 312 3309. Онда телефоныңыз жібер. Жастардың тағы да айтам, кеспек тұғын көттеріңді айырам, көттеріңі қазықтығам, мұраздар. Айттыңдар мана, доказда тұрып берсеңдерші, арғары жала жап, ана деп, бүкіл ана дінге тиіп, бұлар сөйтет, бұлар бақайып бір бәле демей. Субхана. Үйіңмен қоса өртейтін едім. Сосын ана біреулер боқтап сөйлейді, намазхан емес па, ана мынау бір бәле деп аталарын десіп бір жазатындарың бар ғой осының астына. Тоже жемеңдерші, аздан былайша айтқанда аузында Алласы бар, тағы бір бәлесі бар, сөйтеді аузынан боғау жейді. Именно соларға айтып, пошли-ті нахер. Түсіндер ма? Осы уақытқа дейін қанша адам жаңағы не бір ғайбат сөз жазды, неге артына жаңағындай қылып, бір бәле, сопақ бас бір бәле деді. Аллах тағала соның бәрін сендер сондай қыл, ұлдарың қидараз қылып, қыздарың проститутка болып кетсін десем, ол қабыл болады да, субханаллах. Ал енді мына дінсіздерің жүрген, бір тамағым, бір ташағым деп жүрген оңбағандар, мен сендерге айтам, ауызы биллах шайтандар. Құдайға шүкір, сен тұр, мен атайын деген 300 құдайдан ғана қорыққан жігіттерім бар, солармен мен сендерге қарсы шығамын.